Құрметті оқырмандар, Қарғалы аудандық балалар кітапханасы сіздердің назарларыңызға балалық шақ әуендері балалар ақыны Ескен Елеубаевтың 80 жылдығына арналған информ дайджест ұсынады. Балалар ақыны Ескен Елеубаев Жамбыл облысы Қордай ауданындағы Отар станциясында 18 ақпан 1942 жылы дүниеге келген. 1958 жылы Отар станциясындағы номері 529 теміржол орта мектебін бітірген. Казмудың филология факультетін 1966 жылы тамамдаған. 1966 жылдан бастап Ұлан газетінде, Жалын, Өнер, Балауса баспаларында, Балдырған журналының бас редакторының орынбасары болып қызмет істеген. Шығармашылығы 40-тан астам кітаптары қазақ және орыс тілінде жарық көрген. Балабек, Асар пьесалары республиканың көптеген театрында қойылып келеді. Саған күшік керек пе? Кино фильмі авторының пьесасы бойынша түсірілген. Шығармалары қазақ және орыс мектептерінде арналған оқулықтарға енген. Шығармашылығы Көкжиде өлеңі, Көкпар, Боламысың деген өлеңдері, Өжет пьесалары, Тақпақтар, Кто сильнее стихи. Жетістіктері халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты 1994 жыл. Ұлттық Астана бәйтерек конкурсының 2 дүркін бірінші жүлдегері 2007-2008 жыл. Халықаралық Дарабоз бәйгесінің 2-ші жүлдегері 2008 жыл. Қазақстан тәуелсіздігіне 10 жыл медалімен марапатталған. Мемлекеттік грант иегері. Ескен ағамыздың әр шығармасы адамды ізгілікке, жақсылыққа үндейді. Сондықтан да оның туындыларын балғындар сүйіп оқиды. Балалар әдебиетінің бағбанына айналған қаламгердің есімі мәңгі ұмытылмайды деп ойлаймыз.